И бәрі сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Петнебай, сонда Ғосманғазиев, Шыңғыс, Олжас. Достар, бүгін бізде өте керемет видео болмақ. Яғни айтқанда алдын бұның бірінші бөлімін түсірдік. Сонымен көптеген оқырмандар екінші бөлім сұрап жатыр. Дәл сол контенттің бүгін бізде екінші бөлімі. Керек болса үшінші бөлімін түсіреміз. Олай болса, бүгінгі видеода тағы да ат терлетіп, бір затты тапқанша жүгіретін боламыз. Осындай позитивте кетті. Жалпы түсіндіріп кететін болсақ, бүгін біз үшеумізге 3 түрлі задание беріледі. 3 түрлі заданиені көргенше жүгіретін боламыз. Яғни айтқанда, мысалға примерно бір енді білмеймін, бір машине болсын, бір здание болсын, көргенше. Бір зат болсын, бір адам болсын деген сияқты. Любой зат ол. Достар, бүгін қатты жүгіретін кроссовки киіп келдім. Жалпы айтқан достар, аузымыз көпіртіп көп сөйлемей-ақ қояйық. Қазір видеосын тоқтата түсінетін боласыздар. Не болмаса, уже білетіндеріңіз бар шығар. Сулифа. Так, Сулифа. Мен саған берем, сен Олжасқа бересің, Олжас маған береді, короче. Олай болса, саған алғаш задание. Сәттер керек емес. Бірінші Сулифадан мен жегендім ғой, енді Шыңғыс ойың керек. Шыңғыс Олжасқа, Олжас маған деген сияқты. Так, бауырым, сен бүйтесің. Короче, бүйтесің. Алдыңғы жол Жигули дедік. Панамера дедік. Феррари дедік. Бұл жолы необычный машина айтайын. Ол қалда бар, табуға болады, іздесеңші. Сонда көргенше жүгір. Қаттандай бір қинап, Lamborghini демей-ақ қойын, оразасың ғой, қатты шаршап қалма. Сол себептен мен бүгін достар Шыңғысқа Chevrolet Camaro'ны көргенше жүгіретін боласың. Сен машинеден басқа зат білесің. Мен досым. Өмірдің бәрі машина болсын. Мустанг деп айтқан кейін, Мустанг өтіп бара жатыр. Бір адам көргенше жүгір дейсің болады ғой. Жоқ, досым өткенде Олжаста қиналды ғой, Жигули таба алмай. Олжас сен де қиналсайсың. Дайынмын. Дайынсың ба? Қатты жүгіретін кроссовки киіп алдым. Қаққа қарап жүгіресің. Мынау долларға қарап кетемін, қымбатты қараймын ғой. Осы жақта қымбат. Біз ақырынан машинамен жүре береміз. Олай болса достар, Шыңғыс қайда жүгірсе де қасынан ілесіп жүретін боламыз. Олай болса саған сәттілік бауырым. Сәттілік керек емес, ұтып тұрған жігіттеріміз ғой. Егер де таба алмай тоқтап қалатын болсаң, ұтылдым. Бірінші маған ілесе алмай қалмаңдар. Шина жайлай-ақ кетті. 1, 2, 3 болды, тоқтауға болмайды. Ал ендеше болды, мен жүгіріп бастадым. Главное, достар ендеше маған қатты жүгірмеу керек қой. Ана штраф төлейсің деп жүр, газон басатыр. Кеттік арқасына, кеттік. Барынша жай, асықпай. Машиналар бар жаққа жүгіріп бастайын енді. Қай жақта машиналар бар, қазір көретін боламыз. Тоқтамай жүгір, тоқтамай. Жүгір. Қай жақпен жүгіріп жатыр ана? Ана қайқа кетіп қалыптың? Мына жақта жоқ. Кәні аралайық дворларды. Өңкі камералар ше негізі бізде. Көбінесе камералар екен бізде. Көріп қалдым. Қай жаққа қарап жүгірейін достар. Мына жақта жоқ, қараңыздаршы. Toyota Infiniti деген машиналар көп. Қатты жүгіретін кроссовкиімді көмектеспей жатыр. Олар арқасынан ілесе алмай қалып жатыр екен. Білмеймін, двордың бәрін былай да аралап жатыр. Өткенде негіз біз тек қана жолдың жағасымен жүргенбіз. Ыңғайлы болсын сырттан да түсіріп отыруға деп. Білмеймін, бұл жігітті арқасынан ілесіп отырмыз, қаншалықты жүгіретініңізді көреміз. Қазір ораза қиын. Енді таба алса, таба алмаса. Двормен аралап кетуге болады ғой, иә? Негіз бәрі болады. Онда болып та тұрады. Ендігіде таппай қалайын деп тұрсыңдар ғой. Сені ма? Онда әдейі камерадан қашып кетуге болмайды. Жоқ, негізі. Сәл машина жүретін жермен де жүру керек та арасында. Жарайды. Привет. Танысамады ма нөмірін ауылын? Оразада да қоймайды да жігіттер қызбен танысып. Нахалда танысып кете береді ғой. Кина! Ана қызды көрдің ба? Мишат етпеш. Әдем екен. Так. Жүрш, танысайықшы. Тоқтамау керек. Былай да жүріп отырмын ғой. Нормально тұра алмай жатыр. Тұрғаны? Мен ойлап тұрған затты көріп тұрсыңдар ма? Көрдім. Бұрлыке. Көріп қойдым ой деді яма. Не тоқтап қалдың а? Қарасай не көрдім? Иә? Айтым осы дворын аралау керек деп. Мә уж тоқтайын ба деген ой отқан еді достар. Жаным. Камара. Достар, қандай машина комментария жазып кетіңдер. Бұл 99 просто ішінде тюнинг істеп алған ғой? Жоқ, Камара. Мысалы, менде приорамды 110% уверім Камара. Бір алтын көргендей болғансың ғой, сөйлей алмай қалдым ғой. Тоқтамадың ба? Тоқтамадым, бірақ тоқтайын деген ой болған еді, жана жаққа ана үйден өткеннен тоқтайын деген ой болған еді. Так, мына достар, мына үйде егер кім білет, московский стильдегі салынған үй ғой, енді бұл элитный райондарда пайлам ондай машина табылады. Ал видео ортасында достар сіздерге жаңалығым бар. Қазір білесіздер, чемпионаттар лигасында 4 команда қалды. Яғни айтқанда 1-2 болып жатыр уже. Өткенде
Реал Мадрид пен Челси ойнап, бірінші матч өтті. Енді ответный матчтар болады. Ертең 6 күні достар, Челсидің үйінде Реал Мадрид ойнайтын болады. Кім жеңеді деп ойлайсыздар? Сіздер сол матчқа болжам жасап, оп-оңай ақшаларыңызды көбейтіп аласыздар. Ол қалай? Төмендегі бекітілген комментарияда сілтемеге кіресіздер. Менің арқамнан Маджи деген промокод теріп тіркелетін болсаңыздар, сіздерге біздің компанияның арқасында дайындап қойған 65 мың теңгелік бонусты алатын боласыздар. Барлығы оп-оңай. Айтпақшы достар, қазір бір қабетте керемет машиналық ұтыстар болып жатыр. Асығыңыздар, орындар шектеулі. Досым, сен осы жол қинамай қойын. Өткенде біраз қиналдым ғой. Мен өзім білесің ғой, жануарларды жақсы көремін. Тек мышықты жек көремін, бірақ иттерді жақсы көремін. Ит тапқанша досым. Любой ит, адаммен жүрген болсын, өзі бүйтіп, бродяга иттер болсын, бәрібір. Любой ит тапқанша. Бродяга иттер де бола ма не? Болады. Білмеймін, ол жағын өзің білесің, жолдан келеді, біреуге звондап итіңді алып шық дейсің ба? Ана итпен жүр ғой. Или иттер жүретін қылыққа барасың ба? Итпен жүр ғой. Сразу задание бердің, уже итпен жүрген біреу бар ма? Девушка, вы с собакой заходите? Вы с собакой заходите? Спасибо. Сіз отыр, достар, уақыт болды. Бастайық онда. Қай жаққа қарап жүрмейсіз? Набережка. Набережкаға ма? Енді набережка есі көп есі адамдар кешкі таман шығады ғой, кешкі болған жоқ қой бір. Жете аласыңдар ба? Точно? Кеттім. Бірақ мен артқа қарай қайтам кетті. Достар, бірдеңе айтайын. Ит көрдім мен негізгі. Итпен жүрген адам көріп қалдым ма? Жігіттер. Ана жерде ит тұр. Барайын ба? Барсайық тез. Давай. Уже көріп қойдым ма не? Қарсы. Ит көрдім, ға. Өз алдында өтіп кетті ғой. Жүреріндер әлі бар. Қане? Бұлай кірді да? Бұлай кірді. Сосын. Бұлай кірді. Көрінді да? Әне ит тұр. Йома, ит тауып алмау Ит өзі? тауып алды уже. Ма. Дәкен ашып тастайық. Давай. Бұнан да көзі өткір ғой. Нең барады? Иттен, білесің ғой, элитар районда адамдар итпен жүреді ғой. Бірақ бір жағынан айттым ғой видео барысында. Кішкене қинамай қойыншы. Шынымен Астанада адамдар итпен көп қыдырады екен ғой. Қарсы, мынандай бала жүріп баратқан сияқты ше? Мынау 20 метр жүгірген жоқ қой мынау? Жоқ, Ят арамызда. жоқ, ят жоқ. Вообще бет жоқ сенде бар ғой? Міне ит кірді. Болды. Көріп болғансың ғой ит. Өз басыма ауырып жатыр еді, зор болды ғой. Сразу тауып алғансың. Өздерді. Сразу ит айтады деген. Бошық дегенде таппайтын. Жоқ, ит керек пе сендерге? Қаны? Қалай екен? Адамды ит деп тұрсың ба сен? Жоқ. Одан алып Таштама? Мұшық емес па? Рахмет. Тоқтаған жоқ қойдыр? Тоқтаған жоқсың ба? Тоқтаған жоқ. Сен кіріп тұрмын дейді. Алдымен кетіп баратырым. Артпен солай келген соң шыбашты. Қасымыздан өтті ғой, қарап тұрдым ғой мен итке. Қасымыздан өтті. Қандай задание қойып жатсың, брат? Қандай задание қойып? Сөйт жинаға. Менше бұндай не емес, сауап жинап жүрмін. Сауап жинап жүрсің енді. Сауап жина негізі. Мен қоямын саған, иә? Сауап жинашы, брат. О заманда керек болды. Не қылдың сен? Мен қойдым алдын саған, иә? Алтын сен қойдың, иә? Глова қойдым ғой, иә? Бұл жолы не қоясың? Жарайды, қаланы жақсы білесің ба? Нормально. Құдай ашқыр 6 жыл болып тұрып жатқан ба? Давай, мынандай көлшік жиналып тұрған жерге. Қинамайын. Астана білесің. Иә. Көлшіктер көп жиналады. Жолдың жағасымен жүрсең де тауып аласың көлшіктерді ше. Я онда оңайын беріп отырсың да. Сәл жүгірсем таба алмайсың мен? Сауап жинашы деп отыр. Дұрыс. Мен жинаймын. Кетіп қаласың Андай өзі? фонтан да болады, өзен де болады. Просто су нормально жиналып тұру. Диаметр қанша болу керек? 3-4 метр былай. 3-4 метр ма былай? Осы тұрғанымызда болады, Чинадан бастап бүйтіп. Анда тереңдігі не важно ғой, а? Не важно ол. Главное жиналып тұрған көлшік болса болды. Иә. Біреудің үйіне барып су ағызып тұрыш демек. Если өзені ғой да. Кеттік. Былай қарап жүреміз. Ал, кеттік ал. Көлшік табу керек. Негізі Астана қаласында сәл жаңбыр жауса көлшік болып қала береді. Сол себептен негізгі главный если өзені, бірақ оған дейін жолдың бойында көріп қалсақ тіпті жақсы болар еді. Негізі достар, ораза кезінде жүгіріп былай негізі қинаған қиын болады. Бірақ біз оразада да негізімен тренировка барып жүргенмін, жүгірмеймін, бірақ әшейін тек қана ауыл нәрсе көтеріп. Енді Құдай өзі көмектеседі деген ойдамыз енді. Көп қинамай, алтын бір көшік шыға қойса болады ғой шіркін ай. Уже мына бала кішкене салмақ қосайын деген. Қиналатын сияқты, ай осы таба алмайды ау. Есілді біліп тұрды олша, Есілге қайда бар ғой қарсай? Есілге қарап кеттім деді ғой. ит оңай болып қалды, зор болып қалды. Сауап жинап жүрмін ғой досым.
Бірақ өзің не ожидал ана жерден шығып қалады деп ойлағанмын, біраз хотя парк жаққа дейін барасың. Көздері алдарынан өтіп кетті ғой. Талдардың түбін көрсем мен. Так, осындай жерлерде көшіп болады негізі. Штраф! Аяғына жүгірейік. Талдың астында көшіктер жоқ екен. Ит! Радиогейттер осы ғой, жаңа сен сұрап отыр. Меніңше мадияр ұтылатын сияқты болды. Что-то бармайтын сияқты бұл бала до конца. Бірақ бұл че біліп келе жатыр, ана торговый центрлардың алдарында фонтан болады ғой. Походу сондай бірдемеге барып жатыр бұл. Керуен Ситидің алдында. Тер шығайын деді, өкпе отырайын деді. Бауырым болды, берілесіз сай, в общем. Так, достар, біз дәл қазіргі сәтте цирктің арқасына өтіп бара жатырмық. Егер де кімнен Астана қаласын білетін болса, цирктің қасында Керуен Сити деген торговый центр бар. Соның алдында қателеспесем фонтан болу керек. Енді сол фонтан болмай қалса енді амал жоқ. Тоқтауға тура келеді. Енді көктем шығып келіп жатыр ғой. Фонтандарды ашып суды толтырып қойған шығар енді. Бірақ енді су болмай қалса білмеймін енді. Мына жақта фонтанда су болмай қалса ше қазір, а? Фонтанда су болмай қалса болды ғой, бітті ғой. Аңғарсай фонтанда су ағып тұр. Көрмей өтіп кетсе ғой. Фонтанда су ағып тұр ғой алдымызда қарсай. Қумаш фонтан көріп тұрады. Фонтан, анау Керуен Ситидің алдында қарсай, фонтаннан су атқылап тұр ғой қарсай. Көрмей қалса. Әлі көрген жоқ. Есіл ар жақта Ар жаққа барсай, Мади. Былай қарап жоқ шпәлі. Былай қарап барсай. Фонтан аға тұрға, фонтан су. Так, достар, фонтанды көрдім мен. Ал келдік, достар. Келдік. Міне фонтан, міне су. Керек болса 4-5 метр диаметрлік көлчік. Араларына ең көп жүгірген мен шығармын. Сразу осы суға қой сасай. Жаз болғанда шомас лағатен бар ғой. Еще қоймай, бізде қоймаймыз ғой. Жоқ, былай қарап жүрсей деп қоясың ғой. Таптық. Келдік. Наған оңай түсіп қалды ең оңай. Енді ол да білген жоқ. Оңай болады. Бұл жерде бақ шабама ғой. Иә. Бағы бар жігіт екен. Дәретін алып шықты. Есілге жүгіріп барамын да ойлап жатқан ғой. Сөйтсем есіл қайда алса екен. Мынау есіл түсіп қалды, как жақсы болды. Алдында фонтан бар ма еді, істеп тұр ма еді деп қоясың ғой еще. Мен видеоға берілемін айтып қалғанмын, мен негізі берілмейтін едім. Күлуге шама жоқ. Өздерің күле беріңдерші ме? Видео аяқталды деп қойсайшы. Примерно видеомыз осылай болды. Енді егер де сіздерге ұнап көңілдеріңізден шығып жатса лайктаймай басамыз. Комментария керемет пікірлеріңізді қалдырамыз. Иә. Бүгінгі видеода енді Кімге оңай? көріп отырсыздар, мына жігіт қана бүгін кішкене қиналып қалды арамызда. Енді кім сөйлей алмай жатыр. Бірақ мен де сәл қиналдым. Енді кішкене негізі ораза кезінде емес, басқа кезде жүгірсең, уже сәл жүгірсең, көп біраз жерге дейін жүгіруге болады. Қазір сәл жүгірсек шаршап қалады. Келіп қалады, шөлеп қалады, кішкене қиналып қалады, сол себептен наданның жолы болып кетеді ғой, барып ше. Енді дәрет алуыңа бөлем. Дұрыс аға. Жолы болғысы екен. Біз өтірік алып жатыр дейсің ба не? Отыр қалды. Бүгін сауатты жинап алғансың ғой. Ой, бұны келіс алуға болады, жігіттер. Келіспейді ғой. Сонымен ешкім 20 мың теңге Тағы да неше ма? келесіне бар ма? Келесіне үшінші өлімді бар ма? Ренжімейлер, аяқ жоқ. Ораза бітсін. Астана шетінен жүгіртеміз. Конкретно, достар, ол үшін дәл осы видеоға. Самолет көргенше деп бар. Носки жыртылғанша дейін ғой, носки жыртылғанға. Жоқ, тұрсы жыртылғанша. Ал достар, осы кереметтей көңіл күймен біз видеоны аяқтайық. Әдейін сіздерге ұнағаныңызды лайктаймай басамыз, артынан жазамыз, комментария пікіріңізді қалдырыңыздар. Келесі кездескенше Аман, сау бол. Жағылып. Мен аман болған